Ассаляму алейкум. Қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай картопиямен пирожки бірге жасайық. Іші жұмсақ, дәмі деген керемет болып шығады. Ең оңай жасалу жолын көрсетейін. Ең біріншіден картопиямызды суға пісіріп, тұзын салуға ұмытпаңыз. Піскеннен кейін езіп аламыз. Сосын биязымызды турап, жақсылап қуыратын боламыз. Ал сізге қандай пирожки, қандай салмамен ұнайды? Комментарияға жазып кетсеңіз, бірге оқып тамашалаймыз. Табамызға биязды салып, үстінен май қосып, жақсылап қуырамыз. Ал енді қамырды елейтін боламыз. Ыстық су құйып, мен салқын сүтті қостым. Сонда жылы масса болады. Қант, қопсытқышты қосып, жақсылап араластырамыз. Онды електен өткізіп, дайын болған қоспаны қосып, тұз, сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып, қамыр елейтін боламыз. Қамырды 1 сағатқа қоямыз. Онды сеуіп, қамырды қолмен жазатын боламыз. Ортасына салмамызды саламыз. Енді жақсылап екі шетінен алып қыстырамыз. Үстінен кішкене басын қырап, астын үстіге аударып қоямыз. Орташа отта қызып тұрған майға салып қуырамыз. Пирожкидің екі беті қызарғанша, осылай әп-әдемі қып-қызыл болып шығады. Ал пирожкиіміз дайын, өте әдемі, жұп-жұмсақ, дәмі деген енді керемет болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар, сізге қатты ұнайтынына сенімдімін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Қазақ каналын бірге дамытайық.